Сәлем достар, қазір сіздерге Huawei Honor 3 смартфонының шолуын ұсынбақпын. Бұл смартфонды ұстап жүргеніме шамамен жарты жылдай болды. Осы жарты жыл бұрын мінекей мынандай қорапшада Қытай елінен келген болатын. AliExpress арқылы тапсырыс бергем. Бұл смартфон туралы не айтуға болады? Әлемге әйгілі Huawei үлкен Huawei деген корпорацияның Honor атты линейкасының ортаңғол смартфоны. Мінекей дизайны мінекей осындай төрт бұрыш, шеттері мынандай бұрыштары үшкірлеу, кішкене қолға ұстаған кезде мына жер кішкене тіреліп дискомфорт туғызуы мүмкін, бірақ өзім үйреніп кеткенмін. Бастапқыда осы смартфонның дизайны ұнап, тапсырыс берген бірнеше смартфонның ішінен именно осы смартфонды алып қалған болатынмын. Бұл смартфон мінекей артқы қақпағы аппақ, алдыңғы жағы қап-қара. Осындай өзінің ерекше дизайны бар. Арт жағында 8 мегапиксельді камера, жарық вспышкасы, динамигі бар артқы қақпағында, және Honor деген линейканың атауы көрсетілген. Үстіңгі жағында мінекей 3,5 мм наушниктерге арналған орын. Сол жағында еш нәрсе жоқ. Оң жағында мінекей дауыс реттегіш және блоктан шығару, іске қосу, өшіру батырмасы. Астыңғы жағында мінекей микро USB және микрофон орналасқан. Артқы қақпағын ашып көретін болсақ, қазір артқы қақпағы бірінші көтеріп алсақ, ашылуы оңай. Мінекей артқы қақпағы мінекей мынандай жұмсақ. Мынандай артқы жағы жылтырақ, жұмсақ пластиктен жасалған. Батарейкасы 2300 мАh-ға арналған. Осындай ұзыншақ болып істелінген. Және 2 сим-картаға арналған орны бар. Және микро SD картасына арналған орын бар. Сипаттамалары, модели көрсетілген. Смартфонымыз қосылғанша алдыңғы жағын қарап жіберіп, үстіңгі жағында сөйлесу динамигі, ішкі жағында решеткасын көріп тұрсыздар, сеткасын. Астыңғы жағында андай 3 кнопка көрсетілген. Androidқа тән бұл кнопкалардың подсветкасы жоқ, яғни жарығы жоқ, түн ішінде көрінбейді. Бұл минустардың біреуі деп айтуға болады. Және де байқап отырған болсаңыздар, экранның бетінде саусақ іздері, майлы іздер көп. Бұл дегеніміз дисплейде алиафобтық жабынды жоқ деген сөз. Байқап отқан болсаңыздар, экранда андай экранның сынғанын көріп отырсыздар. Жаз кезінде абайсызда қолымнан түсіп кетіп, бетімен түсті. Осы әйнегі сынып қалған болатын. Әйнегін тапсырыс берген AliExpress-тен, бірақ әйнегін ауыстыру өте қиын екен. Өйткені бұл дисплей OGS технологиясымен жасалған. OGS технологиясы дегеніміз, яғни сенсор, әйнек, дисплей барлығы үшеуі бірге жабыстырылып, бірге істелінген. Сондықтан бір-бірінен ажырату өте қиынға түседі. Ажырату кезінде дисплейді сындырып алуымыз, бүлдіріп алуымыз мүмкін.
Сондықтан басқа дисплейге заказ бердім. Андай әйнегімен, тачскрин, дисплейі, мына шеткі рамкалармен бәрі в сборе дейді ғой. Сондай барлығы бірге тапсырыс бердім. Жолда келе жатыр. Бұйыртса, ауыстыру процесінде видеоға түсіріп, YouTube-қа салсам деген ой бар. Дисплейдің диагоналі 5 дюйм, кеңейтілімі 1280-де 720 пиксельді құрайды. Ешқандай нүкте ешқандай байқалмайды. Фокусировка жасалса, қазір байқап көрерсіздер. Неке ешқандай пиксель ешқандай көрінбейді. Дисплей ұмытпасам LTPS стандарты бойынша жасалған, яғни энергияны аз пайдалана отырып дисплейге көп жарық беру. Мен түсінген бойынша, егер қателесіп жатсам түзетерсіздер. Жаз кезінде көлеңкелемей, қолмен көлеңкелемей бүйтіп оңай көруге болады. Экран өте жарық. Тек қана минимальный жарығы өте жоғары десек болады. Түн ішінде қарап жатсаң, мынандай аппақ экрандарға қарасаң, көзіңді ауыртады. Бұл да бір минустардың біреуі десек болады. Тағы не айтуға болады? Экран өте жақсы, жоғары сапалы, жоғары сапада істелген. Мінекей былай шеттерінен қарасаңыз, мінекей көрініп тұр, барлығы өте сапалы. Мінекей былай қарауға болады. Байқап отқан болсаңыздар, барлық жағынан ешқандай искажение, ешқандай еш нәрсе болмайды. Барлық жағынан көрінеді. Экран сапасы өте жақсы деуге болады. Басқа да техникалық сипаттамаларына келетін болсам, телефонда 6582 МТК процессоры орналастырылған, 4 ядролы. Бұл процессор барлық бюджеттік Қытай телефондарына орнатылған. 2 гигабайт азу жедел жад дейді, және 8 гигабайт тұрақты жад, постоянный память деп жатады. Antutu 17753 ұпай беріп жатыр. Antutu тесттерде мультитач тексеріп көрейік. Ұмытпасам 5, 7. Міне тіпті 10. Мен ойлап жүрсем 5 екен деп, тіпті 10 жанасуға дейін қолдайды екен. Батареяның тестін тексеріп көргенмін. Мінекей қараңыздар. 7504 ұпай жинаған. Мінекей Lenovo S920 және SM-N907 бұл, ұмытпасам, Samsung Note болу керек. Соларға ғана жол беріп тұр. Мінекей басқа телефондардың, смартфондардың барлығын озып тұр. Рейтинг бойынша. Бұл батареяның рейтингі, аккумулятордың, яғни қаншалықты ұзақ жұмыс істейді. Осы тесттен байқағандарыңыздай, аккумулятордың сыйымдылығы аса көп болмаса да жақсы жұмыс істейді. Бұл дегеніміз оптимизация жақсы жұмыс, жақсы істелген деген сөз. Телефонда мінекей Android-тың 4.4 версиясы орнатылған, KitKat. Бұндай KitKat-пен қытайлық телефондардың көбі мақтан алмайды, өйткені көбінде 4.2 версия орнатылған, яғни ескі версиясы. Және де мінекей EMUI 2.3, EMUI дейді, EMUI дейді,
2.3 версиясы орнатылған. Бұл 2.3 дегеніміз қазір Huawei'дің топовый смартфондарына, соңғы шыққан смартфондарына орнатылатын оболочкасы, яғни Huawei'дің өзінің фирмалық сборкасы Android'тың. Бұл дегеніміз нені білдіреді? Бұл дегеніміз Huawei өзінің смартфондарына поддержка жасап, жаңағындай жаңартылу, обновлениялар шығарып тұрады жиі-жиі. Соның арқасында телефон жақсы жұмыс көрсетеді. Жұмыс істеп, жақсы қызмет жасайды бізге. Сонымен қатар, бұл смартфонның ішінде Huawei'ге тән өзінің фишкалары бар. Мінекей, солардың біреуі қазір сіздерге көрсетемін. Мінекей, энергосбережение деген режим бар. 3 режим бар бұл жерде. Мінекей, обычный, умный және энергосберегающий. Умный деген жаңа өзі система автоматты түрде анықтайды, қай кезде тоқты көп жұмсау керек, қай кезде аз жұмсау керек. Және энергосберегающий деген бұл сізде мысалға смартфонда 15%-тен аз қалса зарядка, осы энергосберегающий режим қоссаңыз, сізде тек қана мінекей, көрсетемін сіздерге. Тек қана телефон, SMS осындай функциялар ғана қолжетімді болады. Қалған функциялардың барлығы Wi-Fi, жаңағы басқа да функциялар өшіріліп тасталады. Батареяның қай режимде қанша уақыт жұмыс істейтінін мен фиксировать еткен жоқпын. Бірақ өзімнің 6 ай бойы осы ұстап жүргендегі байқағаным, мысалға, активный қолдансаңыз телефонды таңертеңнен кешке дейін шамамен 30-40% заряд қалады артық. Бұл телефонда батарея сыйымдылығы үлкен болмаса да оптимизация өте жақсы жасалған. Сондықтан автономды жұмыс істеуі жақсылардың қатарына жатады, үздіктердің қатарына. Және де тағы бір фишкасы бұл телефонның қазір көрсетемін сіздерге. Міне, driving mode дейді. Яғни жүргізушіге арналған режим. Бұл жерде әзірше барлығы ағылшынша және голосовой помощник дейді. Сол Қытай тілін ғана түсінеді әзірше. Болашақта орыс тіліне аудармай ма, ол жағы белгісіз маған. Мінекей, айтпағым, бұл жерде мысалы жүргізуші режимінде навигация, қай картаны ашу пайдалануға болады, өзіміз таңдаймыз. Бұл жерде бір жаман жері Яндекс карта, Яндекс навигаторды пайдалануға болмайды екен, яғни система көрмейді. Және мысалға қоңырау шалу, мінекей, соңғы, және номер теру, және музыка. Музыка режимі бар. Және осы үшақ режимде жұмыс істейді. Анау баптаулары. Және тағы бір фишкалары, управление одной рукой дейді. Мынаны қоссаңыз, номер теретін кезде, мінекей, мынау бір жаққа, бір қолмен тергенге ыңғайластырылып, оң жаққа жиналады. Егер солақай болсаңыз, мінекей, сол жаққа ыңғайластырып алсаңыз болады. Және де тағы бір фишкалары, мінекей, движение дейді. Бұл дегеніміз мына жерде мінекей жазылып тұр. Переверните телефон, чтобы отключить звук дейді. Мысалға сізге біреу звондап жатырса, қоңырау шалып жатса, қоңырау келген кезде етпетінен қойып қойсаңыз, звук өшеді, ал қоңырау келе береді. Встряхнуть дейді, бүйтсеңіз, жаңағы значоктардың орындары ауысады.
және двойное нажатие, жаңа алдындағы сіздерге көрсеткенімдей 2 рет бассаңыздар блокировкадан шығады. Және міне провести дейді. Мына жерде жоғарыдан төмен, оңнан солға қарай, солдан оңға қарай, төменнен жоғары деген сияқты сондайлар функциялары бар. Мінекей бүйтіп бассаңыз камера қосылады. Ал керісінше жоғарыдан төмен түсірсеңіз телефон қосылады. Мінекей сол сияқты өзінің фишкалары бар. Қарапайым бюджеттік телефонға бұл өте жақсы фишкалар деп есептеймін. Мінекей Huawei-дің өзіне тән фишкалардың бірі. Мінекей мынандай ауыстырсақ болады, мынандай анимациясын. Былай ауысатын жасақ болады. Осылай. Өстіп айнала береді, айнала береді, айнала береді. Және тағы бір фишкасы. Мінекей темалар. Яғни беткі қабығын өзгертетін оболочкалар. Мінекей мынау стандартты темасы Huawei-дің өзінің. Және де басқа неше түрлі мынандай темалар. Жүктеп алсаңыз болады онлайн. Мінекей өзінің Huawei-дің арнайы сервисі бар осындай темаларды жүктейтін. Осы жерден өзіңізге ұнаған, қалаған темаңызды алып жүктеп алсаңыз болады. Және де бұл жерде теманы жүктеп алған соң сол теманы толықтай орнатып емес, әр темадан өзіңізге ұнаған, мысалға стиль блокировки не болмаса, жаңағындай эффект, не болмаса значоктарды өзіңіздің қалауыңыз бойынша жеке-жеке таңдасаңыз болады. Бұл деген өте жақсы деп есептеймін өз басым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша неше түрлі қылып өзгертсеңіз болады. Және міне диспетчер файл. Бұл жерде де барлығы ыңғайлы. Яки аудио, видео барлығы бөлек-бөлек топтастырылған. Ал егер жеке флешканың өзіне жеке не болмаса телефон жадысына кіргілеріңіз келсе, мінекей бұлай память устройств, мінекей устройство SD картада жеке-жеке көрсетілген. Әр қайсысына жеке-жеке кіріп, өзіңіздің керегіңізді тапсаңыз болады. Және де Huawei Cloud дейді, Huawei-дің облачный диск дейді орысша айтқанда. Коммуникация жағына келетін болсам, стандартты набордың барлығы бар. GPS, Wi-Fi, Bluetooth деген секілді. Қазір GPS тексеретін болсақ, бұл смартфонды мен машинада навигатор ретінде қолдандым. Навигатор ретінде көңілім әбден толады. Машинаның ішінде, көшеде картаны қосқан кезде шамамен 4-5 секундтың ішінде, асып кетсе 10 секунд. Сол уақытта ауа райына байланысты. Сол уақыттың ішінде менің тұрған орынды анықтап бере алады. Қазір мінекей үйдің ішінде отырғандықтан кейбір спутниктерді дұрыстап ұстай алмай жатыр. Мінекей 14 спутникті көргенмен әлі біреуіне қосыла алмады. Бірақ шамамен қай жерде тұрғанды анықтап тұр. Мінекей 4 спутникке қосылды. 5-еуіне қосылды, 6-ауына қосылды. Мінекей осылай нақ орын мекен жайды тұрған жерімді анықтап бере алады. Мінекей үйдің ішінде бұл көрсеткіштер жаман емес деп есептеймін өзім. Bluetooth, Wi-Fi айтып кеткендей, Wi-Fi-дің жұмысы өте жақсы.
MX4 Meizu MX4 ұстамаған жерден осы Huawei Wi-Fi ұстап тұрады үзілмей. Және де точка доступа жасауға болады. Және Bluetooth жұмысында да ешқандай ақаулықтар, үзілулер байқаған жоқпын. Барлығы сәйкесінше қалай жұмыс істеу керек, солай жұмыс істейді. Камера жағына келетін болсам, камерасы осы смартфонның әлсіз тұстардың бірі деп есептеймін, бірақ өз бағасына лайықты. Қазір сіздерге бір-екі сурет түсіріп көрсетейін. Мінекей, байқаған болсаңыздар, шум өте көп. Сегіз мегапиксельді модуль болғанмен шум өте көп. Видеороликтің соңында суреттер мен видеолардың мысалдарын сіздерге видеоның мысалын жалғайтын боламын. Сол жерден анықтап қарасаңыздар болады. Үлкейткенде қалай болады, жалпы қалай көрінеді, видеоның қалай түсіреді. Және бұл видео деген жерінде электронный стабилизация деген функциясы бар. Бірақ бұл электронный стабилизатор қоспай қойған дұрыс, өйткені бұл стабилизатордан ешбір пайда жоқ. Керісінше видеоның шеттерін кесіп, болмайтын жерден стабилизация жасағысы келеді өзі. Осы 4 ядролы смартфонның Asphalt 8 ойынын қалай ойнататын тексеріп көрейік. Жүктеліп жатыр. Қазір жүктелсін толық. Қалай ойнайтынын көреміз қазір. Әттеген-ай, екінші болып қалдым. Мінекей, осылай қалай ойналатын көрдіңіздер, ешқандай тежелу жоқ. Қорыта келгенде бұл смартфон туралы не айтуға болады? Huawei компаниясының бұл смартфоны өте жақсы, сапалы, удачно шыққан деуге болады.
плюстары өте көп. Минустарынан бір екеуін ғана таба алдым. Мысалға, артқы қақпағы өте жылтыр, глянцевый дейді. Бұл біреуге минус, біреуге плюс шығар. Бірақ мінекей біраз уақыт пайдаланған соң байқасаңыздар, мына жер кішкене жаңа жылтырақ кетіп, қажала бастайды. Және мына камераның бетіндегі әйнегі, мінекей байқасаңыздар, сырылып кеткен. Тағы қандай минусын айтуға болады? Минусы OTG кабель жоқ. Яғни OTG стандартын поддержка жасамайды. Басқа минус, тағы бір минус, бағана айтып кеткендей, функционалды клавиштары жанбайды. Яғни қараңғыда көрмейсің, бірақ қолың өзі автоматты түрде үйреніп кеткендіктен қажетті жоқ деп ойлаймын. Тағы не айтуға болады? Дауыс қаттылығы орташа, камерасы орташа, процессор орташа, дегенмен өте жаңа өздеріңіз көргендей асфальт секілді өте ауыр ойындарды қиналмай ойната алады. Оған 2 гигабайттық азудың да өзінің қатысы бар деп ойлаймын. Мінекей мына жерде қарап тұрсаңыздар, қаншама приложение ашылған, бәрі тұр памятта. Соның өзінде байқаған болсаңыздар, мінекей занято 1149 мегабайт, свободно 820, яғни әлі 820 мегабайт бос орын бар. Бұл дегеніміз өте көп. Неге мына жерде тіпті Gmail, Navitel да, мысалға, спутникпен байланыс орнатылды дейді. Navitel сияқты, мысалға, басқа да ауыр бағдарламалар жадта тұр. Неантутумыз да тұр. Не айтуға болады? Бұл телефон өте жақсы телефон. Тағы да қайталап айтайын. Минустарын айтып кеттім. Жанбайды, OTG кабель жоқ, және артқы крышкасы сырылады. Плюстары: экран өте жарық, 2 гигабайт азу, батареясы өте жақсы жұмыс істейді, яғни оптимизация жақсы жасалған. Android 4.4, обновление жиі келеді. Сапасы, жиналу сапасы Huawei'ден. Желіні ұстау, сотовый связь болсын, жаңа Wi-Fi болсын, өте жақсы ұстайды желіні. Телефонға қажетті функциялардың бәрі жақсы жұмыс атқарады. Сондықтан бұл телефон мақтауға тұрарлық телефон. Басқа алып қосарым жоқ. Егер де тағы ұмытылып кеткен жайттар болса, ұмытылып кеткен мәліметтер болса, төменде комментте жазармын. Сіздер де өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.